Кеше айтам деп сон уақытым болмады ғой. В общем, ақшамды қайтармай жүрген адам Хуршет. Уже 2-3 ай болды. Короче, басынан бастап айтып берейін, не жағдай болғанын. Просто обидно болып тұр да. Мен де мысалы 2 баламды асырап жүрген анамын ғой, жалғыз басты анамын ғой, былайға айтқанда. Маған ақша потолоктан түсіп атқан жоқ. Мен оны өзімнің маңдай теріммен жүгіріп жүріп, бала шағамды няняға тастап, няняның ақшасын беріп жүгіріп жүрген адаммын да, былайға айтқанда. Сөйтіп, короче, мынандай ситуация болады. Мен енді ұлыма арнап ән шығарып алдында қосылайық айтып едім ғой. Сол әнім шықпай тұр, сол әнді енді жазғызып атқан кезде клип түсіріп, енді бұл әнді қаншама мыңға сатып алдым, иә, ақшасын, жаңа музыканттың ақшасын төлейсің, оны өлеңнің ақшасын төлейсің. Сонымен сөйтіп жүрген кезде клип түсіргім келді, енді қаншама вложение отқан екен, заранее клип түсіріп, телевидениеға да шығарсам ба деген ойым болады. Сөйтіп Хуршетпен сөйлесеміз. Ботаға айтам, короче, бота құрбымам, осылай клип түсірсе. Сөйтіп бота бәріміз кездесуге барамыз. Мен заранее енді клиптің бағасы қанша болатынын білгім келді. Мен енді клип түсіріп жүрген адам емеспін, ол қанша тұратынын білмеймін. Сонымен барып кездесеміз. Ол жақта Нурка болады, короче, Хуршет болады. Мен бота төртеуміз отырып сөйлескен кезде Хуршет 350 мың теңгеге түсірем дейді жаңа клипті. Хорошо деп келісеміз. Содан кейін сол жерде отырған кезде заодно ойлаймын да, мен вообще контент түсірмейді екенмін, мысалы ше, вообще инстаграмыма өте редко контент түсіремін да. Сонымен мен де контентімді қолға алайын кішкене деймін да. Хуршет, жарайды, клиптан басқа давай екеуміз жұмыс жасасайық, маған ай сайын 15 видео түсіріп бересің ба деп сұраймын. Сонымен екеуміз 350 мың теңгеге келісеміз. Сонымен сөйтіп видеоны бастаймыз, контентті бастаймыз. Енді айына маған 15 видео түсіру керек, мен оған 350 мың теңге зарплата төлейтін болам. Ол клиптан бөлек. Сонымен сөйтіп келісіп үйге келем. Сөйтіп сөйлесіп үйге келем. Сөйтіп үйге келсем, Хуршет звондап тұр. Енді мен клипті просто заранее, бұл көктемде болған әңгіме ғой, заранее просто сөйлестім, бағасы қанша болар екен деп. Өйткені әнім әлі шыққан жоқ, ол кезде вообще ешқайқа шыққан жоқ. То есть мен просто заранее бағаларын нетіп, ақшамды сортировать етіп нету керекпін ғой, менде қайда қай ақшам кететінін. Сонымен Хуршет хабарласып тұр, менің кредит төлейтін ақшам жоқ еді, жағдай осындай, қазір жұмыс жоқ, анау маған заранее клиптің 150 мың теңгесін бере қал дейді ғой, предоплатасын бере қал, сен қай кезде әнің дайын болады, сол кезде мен саған түсіріп беремін, маған қазір ақша срочно керек болып тұр деп қояр да қоймай. Сонымен жарайды деп, мен бірақ айтам, Хуршет, менің әнім әлі шыққан жоқ, білмеймін қай кезде шығатын деймін. Мен саған жарайды 350 мың теңгені сразу бермеймін, жарайды 150 мың теңге предоплата беріп қояйын. Бірақ қай кезде шығатын білмеймін, қай кезде түсіретінімді білмеймін, өйткені мен уақытым жоқ адаммын. Мен оны заранее айтамаймын саған дедім да. Мен өзім қолым босаған кезде түсірейін деп жүрген адаммын ғой енді. Ойбай, любой кезде түсіріп берем деп. Сөйтіп, жаңа клиптің ақшасы жарайды қойылды. Енді біз айма-ай жаңағы 350 мың теңге келістік қой, 15 видео маған түсіреді. Мен 350 мың теңгеден төлеймін деп келісеміз. Сонымен бірінші айыныкін төлеймін. Сөйтіп видеоны түсіріп жүреміз да. Ол 15 видео түсіру керек қой, 10 видеосын түсіреміз. Сөйтіп уже бір ай өтеді. Сосын ол айтады, маған екінші айдың ақшасын бере қал дейді. Сосын мен айтам, Хуршет, біз 15 видеоға келістік қой, 15 видео әлі біткен жоқ. Мен қазір продюсермен жұмыс істеп жатырмын, уақытым жетпей жатыр, рекламам көп, жұмысым көп болып жатыр да. Вообще үлгермей жатыр. Мен әлі үлгермей жатырмын. Мен екінші айдың ақшасын саған қазір бере алмаймын. Әлі түсіріп бастаған жоқпыз. Мынаның даже бірінші айдың видеосын әлі до конца түсіріп болған жоқпыз дедім. Сөйтіп едім, осылай менде жағдай. Мен Нуркамен ажырасып жатырмын, квартираға шығайын деп жатырмын. Квартираға ақшам жоқ, кредит төлеп жатырмын, анау дейді. Сөйтіп мен айтам, Хуршет, это не мои проблемы деймін. Сен кредит төлейсің ба, видеоны түсіріп тастайық, содан кейін мен саған келесі айдыкін беремін дедім да. Заранее бере алмаймын деп. Сонымен қоймай жалынды ғой. Пожалуйста, мен саған бүйтеді. Мен айттым, Хуршет дедім, мен білмеймін, мен алдыңғай өте прямадан загруженная болды. Менде шетелге кеттім, оның алдында тағы біраз жұмыстарым болды, сонымен мен вообще уақытым болған жоқ. Мен айтам, Хуршет, менің қазір уақытым жоқ видео түсіргенге, сәл-пәл менде сондай ситуация болып тұр, уақыт жағынан үлгермей жатырмын дедім да. Сөйтіп едім, былай айттым. Қазір мына 5 видеоң қалды осы айдың, келесі айдың ақшасын мен заранее алып қоямын, оның 15 видео, общий 20 видеоны любой кезде мен саған түсіріп беремін деді. Сосын мен заранее келісіп алдым, Хуршет дедім, ертең ақшаны алып алғаннан кейін желанияң болмай қалып, анау мынау деп маған әңгіме айтып жүрме дедім. Менде қазір уақыт жоқ деп мен сені ескертіп тұрмын дедім. Сен осыған келіссең, менің уақытым болған кезде сол 20 видеомды түсіріп беретін болсаң, онда мен саған тағы 350 мың теңге тағы берейін дедім айлығыңды. Ойбай, уаллахи боллахи деп ан жақта маған өлердегі сөзін айтты.
келісіп аладым. Сонымен жарайды деймін, енді өзіміз көзіміз көріп жүрген адам ғой. Заранее, главное, я предупредила, что менде уақыт жоқ екен. 20 видеоны мен уақытым босаған кезде түсірем деп айттым. Хорошо дейміз да, екеуміз жаңағы на этом прощаемся. Мен оған 350 мың теңге берем. Одан кейін мен видео түсіруге мүлде уақытым болмайды. Соңғы видеоны біз неде түсіреміз? Алдында мен показ моды көрсеттім ғой, бір отандық үйге. Сол кезде келді, и то телефонды көтермей жатып, сол жақта тағы бір қызды түсіру керек екен. Сол үшін келді ма, білмеймін, келеді. И недовольный, короче, маған 2 видео түсіріп берші, сол неден дедім да. Сөйтіп 2 видео керек дедім. Хорошо деді да. Сөйтіп екінші видеомды жібермейді ғой, звондасам трубкамды көтермейді. Бір видеоның өзін зорға шығарып берді, сөйтіп қасында бүйтіп қылқылдап отырдым да. Оның алдында да жаңа 10 видеоны қылқылдатып жатып мені зорға жіберген. Видеоны жібермейді. Қашан жібересің? Мына жер дұрыс емес, мына жерін поправлять етіп жібер десең, жасамайды. Андайда ақшаны алып алғаннан кейін желаниясы болмай қалады. Енді қасында жүрген адамдарын енді осылай алдап жүрген кезде енді басқа айтарға сөзім жоқ. Жарайды, енді бұл жерде жаңағы бірінші видеомның 15 видеосы толық түскен жоқ. Жарайды, көзім жұмдым. Екінші айдың 350 мың теңгесін тағы бердім, я. Плюс клиптің 150 мың теңгесі общий маған 500 мың теңге қарыз. Мысалы 500 мың теңге деген ол кішкентай ақша емес қой, мысалы. Почему мен оның бір еңгезердей еркектің кредитін жабу керекпін мен, я? Мысалы, менің басқа проблемам жоқ па, менің асырап отырған балам жоқ па, еще сол дефилені түсіріп атқан күні мен бүйтіп айтам, Хуршет, мен скоро бір проект бастайын деп жатырмын деймін. Сосын Ақтөре екеуміз видео түсіріп жүрдік қой, сосын мен айтам, Ақтөре екеуміз видео түсіру керекпіз деймін. Ақтөремен бұл кезінде ұрсып қалған екен бірдеңкеге. Енді не нәрсе екенін білемін мен, бір ситуацияға байланысты ұрсып қалған екен, баяғыда вообще кезінде. Сонымен, ладно, мен оның жеке әңгімелерін айтпай-ақ қояйын. Но ол маған видео түсіріп берем деп, маған видеограф болып келіп тұр, мен оған түсір деп